Үй жағдайында бұл масканы жасап көруге кеңес береміз. Өйткені өте оңай жасалады және барлығына қолжетімді. Тіпті картоптан басқа бізге артық заттың қажеті де жоқ. Дәл қазіргі уақытта бұл маска бізге өте тиімді, өйткені жеміс-жидектің мезгілі емес. Ал картоп әр үйден табылады. Көз астындағы қалтаны, беттегі ұсақ әжімдерді жоюға және шаршаңқы, тозған теріге де жаңа дем береді. Картоп маскасын қолданғыңыз келсе, жатар алдында жасағаныңыз тиімді. Өйткені картоп маскасынан соң күн астына шығуға болмайды. Тағы бір ескеретін жағдай, картоп маскасын пайдаланғаннан соң жуып тастаңыз да міндетті түрде соңынан нәрлендіргіш крем жағу міндетті. Картопты шикілей қолданамыз. Орташа көлемдегі ешқандай ақауы жоқ. Бір дана картопты қабығынан ашып, тазалап жуып алған соң дөңгелектеп 2 тілік кесіп аламыз да қалғанын үккіштен өткіземіз. Дөңгелектеп кесілген жұқа 2 тілімді көзіміздің үстіне қою үшін, ал қалған үккіштен өткізілген бөлігін тазартылып жуылған бетке жағып шығамыз. Егер қаласаңыз, нәтиже арта түсу үшін үккіштен өткізілген картопқа 1 шай қасық електен өткізілген жоғарғы сұрыпты ұн қосып жіберсеңіз де болады. Барлығын жақсылап араластырып, бетіңізге жағып шығасыз. Бетке 15-20 минут ұстайсыз, сосын жылы сумен жуып тастайсыз. Картоп маскасының басқа да түрлі бетке арналған маскалардан айырмашылығы, мұны көз айналасына еш қорықпастан, ашық жер қалдырмай жағуға болады. Тіпті қабаққа да үккіштен өткізілген картоптың сөлінен жағып қойыңыз. Бұл көз айналасындағы ұсақ әжімдердің алдын алуға және әжімге қарсы күресуге керемет мүмкіндік. Бұл масканы аптасына 2 рет жасауға болады. Жасы 30-35-тен асқан ханымдар үшін масканы аптасына 2 рет қолдану жеткілікті. Егер жасыңыз 40-45-тен асқан болса, аптасына 3 рет жасауға да болады. 1 ай бойына үзбей картоп маскасын жасауды қолға алсаңыз, теріңіз жасарып, жарқырап көрінетін болады. Сонымен қатар бұл маска терінің жай күйін таңдамайды. Бетіңіз құрғақ болса да, майлы тері болса да жаға беруіңізге болады. Егер теріңіз құрғақ болса, соңынан нәрлендіргіш кремді немесе зығыр зәйтүн майынан аз мөлшерде жағып қойсаңыз болады. Құрғақ теріге еш залал тимейді, ал майлы теріні құрғатуға септігін тигізеді.